мусорканың қасына мынандай бір сүп секілді мысықты тастап кетті. Иә? Ренжіп айтатқан қарсы. В общем, сыртқа шықтық. Мына жерде бір секілді мысық тұр екен. Милана, шақырышқан мысықты. Мысықты ұстағысы. Мыс, кис де қасына барсай. Шақыр. Қасына жақындасай мына жерге. Жақында. Қорқып тұр ғой айдалада. Бар. Медина, сен барасың ба? Мысыққа? Мынау екеуі қорқып тұр. Ой, секілді мысық. Милана қорқып отыр мысықтан. Кис. Әдемі мысық қой, мынау әдемі мысық. Қара, Милана, әдемісің қарсы? Медина күшті ма мысық? Кис де. Ойбай, дауысын қарды. Милана, кис десе, шақырсай. Осындай сүп-сүйкімді мысық көріп қалдық. Опай, маған кеп қойды. Опай. Кеп көрмесін. Ап кетеміз ба? Милана, ап кетейікші дейді ол. Бізде дворда естінаны осындай сүйкімді мысық жүр екен. Милана қорқып отыр. Жұлдызда қорқты. Күшті ма? Қорқасың ба? Не, сипаласай, қорқпасай. Ештеңе қылмайды ол. Үй мысығы ма, или дала мысығы ма, білмейміз, короче, онаны. Адас кеткен мысық болса, асырап аламыз ба? Ва, Милана. Далада біреузі жүр ғой жалғызсырап. Үйге ап кетеміз ба? Сүт береміз ба? Үйде как раз ауылдан ап келген сүт бар. Нанды урап береміз мысыққа. Достар, мынау қандай әдемі мысық ба? Милана қандай? Күшті ма? Әкетеміз ба? Өзінде мысық көріп қалдық даладан, в общем. Но бірақ папамыз рұқсат бермейді мұндай мысықты үйге кіргізуге. Көзі жап-жасыл болып тұр. Мама. Түнде шошимыз. Давайте кеттік, кіргізуге болмайды жүріндер. Жандарың ашықса да кіргізуге болмайды, кеттік жүріндер. Бола ма не? Қарайсың ба сен? Үйге тығып кіргізу жоғынан бірақ. Милана қимай тұрға өпшін. Медина мұна жақта бәрі бір. Ол қоғат. Мысық қой мысық. Сен вообще қоқпайсың ба? Бұл мысықтың егесі бар жоғын білмейміз. Кімдікі екен? Дала мысығы ма, или үй мысығы ма? Достар, қалай ойлайсыздар? Түріне қарап, үстіне қарап, кішкене айтып беріңіздер. Бұрыде... Білмеймін ше. Мысық асырап көрмеген кейін білмеймін мен. Үйде асырайтын мысық па жоқ па. Кеттік жүріндер. Қима. Қаға кіргізесің? Қаға болады, қаға кіргізесің. Үйге кіргіземіз ба? Қойшы. Болмайды кіргізу. Жаурап атыр ма бұл далада мысық? Жаурадың ба? Мысыққа сөйлеп кетсе, я? Я, деп. Сондай болса, я? Кис. Шөп жейсің ба? Шөп жей ма мысықтар, Милана? Шөп жемейді ол. Шөп жемейді. Сүт ше ма ол? Ұйқысы кеп тұр ғой бұның. Бұл жаурап тұр ма? Милана қорқпайды екен. Вале. Мәз ғой. Мысықты сипағанына мәз болып тұр ғой, Милана. Кис деп шақырып алайық, онда кіргіземіз ба үйге? Ва, Милана, молодец. Кис деп шақырса енді үйге жүрсей. Ап кірейік та жүр. Кис. Бізбен бірге ерсе кірет, ермесе кірмейді, короче. Шақырыңдар давай. Кис. Медина мен Милананың ап кеткісі келіп тұр, но бірақ на мысық келсін. Келіп жатыр. Мен шақырғаныма келіп жатыр, на мысық, короче. Асырап аламыз ба, кіргіземіз ба? Подъездге? Шығарып тастаған ба? Жоқ, онда кіргізуге болмайды, жүріңдер. Кеп атырамыз. Кис. Милана не қорқып атсың?
мытық бол, мытық. Мен осыдан жүгіріп келе береді екен да бұл. Милана тығылып қашып. А? Не дейді ол? Үйге жоқ дей ма, кірмеймін дей ма? Ол кірем деп тұр ғой, қарсы. Достар, мен отырсам, маған жүгіріп келіп жатыр мына мысық ше, мен сәл кішкене қорқып кетіп жатырмын да. Шақыр, Медина шақыр. Ол мені тістемейді да? Просто жалай ма? Медина мына жаққа шақырып жатыр. Жаңа ғана қорқып жатыр деп шақырып отыр ғой. Мына мысықты кім тастап кеткен мусордың алдына? Жаным, асырап аламыз ба? Мусорканың қасына нандай бір сүп-сүйкімді мысықты тастап кетті. Нандай мусор тастайтын урнаның алдына нандай әдемі мысықты тастап кетті. Мединаның жаны ашып тұр. Ой. Бұған тамақ береміз керек қой, нандай магазиндерде сататын тамақ бар ғой, сонда береміз ба? Қаны ашып тұрған сияқты. Жанымен қарап тұр ғой. Ыдыс керек қой. Ыдыс керек па еще? Мына жерде ұйықтайын деп отыр, мына мусордың қасында. Тастап кетті. Ма кім тастап кетті оны, Милош? Мамасы тастап кеткен ба? Ап кетеміз ба үйге? Мамасын іздеп жылап тұр ма бұл мына жерде? Көзі ағып жатыр. Чё за слова десей? Көзі қатып етеді, көзі ағып жатыр. Мысықтың көзі ағып жатыр кім? Мына жерде, в общем, подъезден, мына жерден шыққан жерде, осында мусорканың алдында осында бір мысық жатыр екен. Бұл енді қаншалықты таза білмейміз, біз бірақ асырап алуға қорқып тұрмыз. Үйге подъездге кіргізуге де болмайды. Потому что ұрсады. Кетіп жүрмей кетіп. Болмайды, жүр кіреміз үйге. Мана асырауға болады дейді. Болмайды. Ол тырнап ше сен түнде мяу деп. Бола ма? Болмай ма? Болмайды. Онда кеттік, кіргізбейміз, я? Үйге кіреміз ба өзіміз? Мысықты тастап өтеміз, я? Пока де мысыққа. Давай, пока де. Далаға шыққанда ойнаған кезде ойнатам де. Екеуі, в общем, мысықты қимай тұр, но мен алып кіргізуге рұқсат бермеймін, потому что папалары рұқсат бермейді мысықты. Қоштасыңдар, пока деп қоштасыңдар. Біз қыздар қимай. Әйди, қалып кеттім. Есікті жауып қалғандай. Мені мысықпен қозып аяусыз қалдырып баратыр олар мені. Ренжіп. Жаңбыр жауып жатыр. Мысықтың үстін бәрі су болатын болды ғой енді. Кіргіземіз. Онда сен мысықпен бірге подъезде қоймсай. Подъезге кіргізсек біздің көршілер рұқсат бермейді. Алдында бір үйде көршінің мысығы болған. Сол көршінің мысығын, короче, бәрі қарсы болды асырауға. Үйіңізден шығармаңыз. Бізде мына көршінің үйінде мысық болған. Олар көшіп кетті. Но енді асырауға болмайды мысықты. Асырауға болмайды? Я? Ренжіп айтатқан қарсы. Тұрсын қарсы. Асырауға болмайды еді. Мысық па? Ойбай, өзі қолына мысықтың наклейкасын жабыстырып алыпты. Ой. Бірақ түрі онша қатты сүйкімді емес екен. Аппақ сүйкімді мысық болған асырап алуға болады дейді. Ертең папаға айтамыз, кішкентай мысық алып кел деп, я? Хорошо? Бола ма? Давай енді үйге кірейік болды.